Ya саламатсыздар ма? Құрметті студенттер, бүгін біздің 11-ші дәрісіміз туристік кластерді дамытудағы тұрақты тәжірибелер. Дәрістің мақсаты мен міндеттері. Дәріс мақсаты туристік кластерлерді тұрақты даму концепциясы аясында зерттеп, олардың теориялық негіздерін, құрылымдық ерекшеліктерін және халықаралық тәжірибелерін талдау арқылы Қазақстандағы туризм саласын инновациялық және бағытта дамытуға ғылыми негіз қалыптастыру. Дәрістің міндеттері: туристік кластер ұғымын ғылыми тұрғыда анықтап, олардың экономикалық, әлеуметтік және экологиялық құрамдас бөліктерін жүйелі талдау. Екінші, тұрақты даму теориясының туризм саласындағы қолданылуы ерекшеліктерін қарастырып, оның негізгі индикаторларын айқындау. Үшінші, халықаралық тәжірибелер негізінде туристік кластердің тұрақты қамтамасыз етудегі тиімді механизмдерді зерттеу. Төртінші, Қазақстанның туристік кластерінің тұрақты даму тұрғысынан бағалап, олардың дамуына ықпал ететін факторлерді ғылыми тұрғыда модельдеу. Бесінші, туристік кластердің тұрақты даму үшін жаңа технологиялар мен басқару құрылымдарын енгізудің ғылыми тұрғыда негіздерін ұсыну. Теориялық негіздері: туристік кластер ұғымының эмоциясы және қазіргі кездегі анықтамалары. Кластерлік теорияның экономикалық және әлеуметтік аспектілері. Туризмдегі тұрақты даму тұжырымдамасының ғылыми негіздері. Тұрақты туризмнің үш тірегі: экономика және әлеуметтік даму. Туристік кластердің құрамдас бөліктері: экономикалық компонент, туристік қызмет көрсететін негізгі кәсіпорындар, қонақ үйлер, туроператорлар, көлік компаниялары, тасымалдау компаниялары және де тамақтандыру орындары. Қосалқы қызметтер: тамақтану, ойын-сауық, экскурсиялық және киік қызметтері. Төртіншісі, инвестициялар мен мемлекеттік субсидиялар. Бесіншісі, брендинг және маркетинг стратегияларын дайындау. 6. Кластер ішіндегі бизнес корпорациялардың бәсекелестілігі. Екінші, әлеуметтік компонент: жергілікті халықтың жұмыспен қамту, мәдени мұраны сақтау және оны туризмге енгізу. Үшінші, туристер мен жергілікті тұрғындар арасындағы өзара әрекет. Төртінші, әлеуметтік инвестиция, барлық топтар үшін қолжетімділік, жергілікті қауымдастықтың шешім қабылдауға қатысуы. Экологиялық компонент: қоршаған ортаның жүктемесін басқару, ұлттық парктер мен қорықтарды сақтау, экотуризм және жасыл инфрақұрылым, қалдықтарды басқару, энергияны тиімділігі, климаттық тәуекелдерді ескеру. Туристік кластерді ғылыми зерттеу бағыттары: сот-талдау арқылы кластерлік әлеуетті бағалау, технологиялар көмегімен кластер картасын жасау, экономикалық әсерді бағалау, тиімділік, жалпы ішкі өнімге үлесі, әлеуметтік зерттеулер, сауалнама, интервью арқылы тұрғындардың көзқарасын анықтау, экологиялық мониторинг, туризмнің қоршаған ортаға әсерін өлшеу. Туристік кластер бұл туризмнің тұрақты дамуға мүмкіндік беретін көп қырлы жүйе. Ол экономикалық тиімділікке ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік әділеттілік пен экологиялық тұрақтылыққа да негізделеді. Қазақстан үшін туристік кластерді қалыптастыру өңірлердің әлеуетін ашудың, туризмнен түсетін кірісті арттыруға және мәдени мұраны сақтауға маңызды жол.
тұрақты даму теориясының туризм саласындағы қолдану ерекшеліктері: туризм экологиялық, әлеуметтік және экономикалық тепе-теңдікті сақтай отырып, дамытуға бағытталған тұжырымдамалық негіздерден туындайды. Бұл теория туризмнің ұзақ мерзімді перспективада табиғи және мәдени ресурстарды сақтай отырып, бәсекеге қамтамасыз етеді. Қолдану ерекшеліктері: экологиялық аспекті. Туризм табиғи ресурстарға тәуелді болғандықтан, экожүйелердің үстемеге төтеп беру қабілеттілігін ескеру қажет. Қоршаған ортаға зияны келтірмейтін тур өнімді әзірлеу, экотуризмді дамыту. Әлеуметтік аспект: жергілікті қауымдастықтың мүддесін ескеру, мәдени мұраны сақтау. Туризм арқылы әлеуметтік инклюзияны қамтамасыз ету, білім беру және жұмыспен қамтуды жақсарту. Экономикалық аспект: тұрақты табыс көздерін қалыптастыру. Туризмнің өңірлік экономикаларға мультипликативті әсері. Шағын және орта бизнесті қолдау, ішкі туризмді ынталандыру. Негізгі индикаторлар: туристік нысандар мен бағыттардың экологиялық үстемеге индексі, жергілікті халықтың туризмге қатысу деңгейі және қанағаттандыру көрсеткіші, туристік кірістің жергілікті экономикадағы үлесі, туризм саласындағы жұмыс орындарының саны және сапасы, көлік, қонақүй, мәдени нысандардың тұрақтылық деңгейі, су, энергия қалдықтары бойынша тұтыну көрсеткіштері, туристердің қанағаттану деңгейімен қайта келу мүмкіндігі. Екінші, халықаралық тәжірибе және әлемдік тренд. Тұрақты туристік кластердің халықаралық модельдері: Австралия, Исландия, Жаңа Зеландия, Финляндия. Экологиялық және мәдени туризмді дамытудағы инновациялық тәсілдер мен технологиялар. Иммерсивті технологиялар, цифрландыру және виртуалды шындықты кластерлік туризм қалыптастыру. Халықаралық тәжірибелер негізінде туристік кластердің тұрақтылықты қамтамасыз етудегі тиімді механизмдері. Бұл кластерлердің ұзақ мерзімді дамуын, экологиялық теңгерімділікті, әлеуметтік әділеттілікті және экологиялық тиімділікті сақтауына бағытталған басқару, ынтымақтастық және инновациялық тәсілдерді қамтиды. Қоғамдық жекеменшік әріптестік моделі. Мысалы, Финляндия, Швейцария туристік инфрақұрылымды дамытуда мемлекет пен жеке сектор бірлесіп инвестиция жасайды. Мемлекет нормативтік база мен стратегиялық бағытты қамтамасыз етсе, жеке сектор сервисті жақсартады. Жергілікті тұрғындар шешім қабылдау процесіне араласады. Экотуризм мен жауапты туризмді қолдану. Мысалы, Коста-Рика, Жаңа Зеландия табиғи ресурстарды сақтау негізгі басымдық. Грeen Gerifикацион бағдарламалары арқылы туристік компаниялар экологиялық стандарттарға сай болу шарт. Табыс бір бөлігін табиғатты қорғауға қайта инвестициялау механизмі бар. Үшінші, смарт туризм технологияны қолдану. Мысалы, Сингапур, Оңтүстік Корея деректерді талдау, цифрлық платформалар мен шешімдерді кластері тиімділігін басқарып, маусымаралық теңгерім, туристік ағынды реттеу, инфрақұрылым жүктемені болжау. Жергілікті қауымдастықтарды тарту. Мысалы, Канада, Норвегия жергілікті халық шағын бизнес арқылы туризмге белсенді қатысады. Мәдени мұра